Ілімді қашан аламыз? Өткенде бір ұстаздарымыз, доктор, араб кісі, күшті бір мысал келтіріп не істеп берді. Ілім алу үшін адам бір нәрсеге қатып қалмау керек екен. Ғалым болу үшін бір нәрсеге қатып қалмау керек. Сосын видеоролик көрсетті. Американецтер түсірген голливудский кинодан бір үзінді. Оқушы балаларға мұғалімі тарихтан сен 3-4-еуін пәленше ғасыр туралы жазып келіңдер, сен 3-4-еуін пәленше ғасыр, сен 3-4-еуін темные века дейді. Қараңғылық, ислам келген кездердегіні қараңғылық дәуірі деп аналарға жаман көрсетіп қойғанда. Сөйтіп бұл 3-4-еуі барады, кітапханаға барып бізге темные века туралы керек дейді. Кітапханашы айтады, ол неге темные века? Өйткені ол кезінде ол қараңғылық болды, ештеме дамымады, үйтті бүйтті. Неге өйтіп сендер біреудің айтқанына уже қатып тұрсыңдар? Зерттеп оқыдыңдар ма дейді шәкірттерге. Оқыған жоқпыз дейді. Бар кетіңдер онда дейді. Кетіңдер. Сендерге орын жоқ бұл жерге дейді. Бұлар ойласып қайтып келеді. Неге қуып шықтыңыз? Неге өйтіп айттыңыз десе, сендерге алдында берген информацияға сендер уже қатып тұрсыңдар дейді. Мынаны темный века десе, темный века деп қатып тұрсыңдар дейді. Көздерін жеткізген жоқсыңдар, сондықтан сендерге ілім қонбайды. Бар кетіңдер. Жаңалық алмайсыңдар сендер. Өздеріңдікіне қасарысып тұрсыңдар. Бар кет. Жоқ, олар қайтадан келіп, жарайды біз оны зерттеп көрейікші деген кезінде жүріңдер деп кітапхана ішіне кіргізіп, ертегі сияқты көрсеткен бір ғалымның суреті шығып, мынау кім дейді? Бұл Ибн Рушд. Мынау кім дейді? Бұл тағы бірдеме. Бұл жаңалықтар жағында темный векада өмір сүрген ғалымдар. Бұлардың ашқан жаңалығы не десе, біреуін көрсетіп жатыр. Ең бірінші операция жасап, ең бірінші операционный құралдарды шығарған ғалым мұсылман екен. Сол секілді инженерлік, ең бірінші сағат шығарған ғалымның несін көрсетеді. Ең бірінші фотоаппараттың негізін салып кеткен ғалымдың инженерлік нелерін көрсетеді. Сосын бір адам тұрады, ана төбеден деп секіріп құлайды. Мынау кім десе, бұл самолеттің негізін салып кеткен кісі. Тарихта болған бір адам, мен ұшуды шығарам бәрібір деп қанат салып, таудан ұшқан, бірақ құлап өлген. Ұшуын ұшқан, бірақ тоқтай алмай құлап өлген. Неге десе, не болмаған екен? Құйрық салуды, құйрық қонуға құйрық екен құстарды. Соны қадағай алмағандықтан ол құлап өлген. Бірақ сол самолеттің негізін салып кеткен кісі. Құстардан қарап ұшам деп. Сөйткен кезінде анау шәкірттер көздері ашықтан қалып қалады. Сол кезінде анау кітапханашы күшті айтады да, сендер алдындағы ілімге қатып қалған болсаңдар, сендер ешқашан ғалым болмайсыңдар. Жаңалық алмайсыңдар дейді да. Ғалым болу үшін бір нәрсеге қатып қалмау керек. Ала беру керек, бірақ оны фильтрдан өткізіп алу керек. Дұрыс па, ақиқат па? Мысалы, Құран хадиске келетін болса, біреу аяттан, хадистен дәлел тұтып тұрған болса, міне аятта айтылды, хадисте айтылды деп, біз прямо өз бетімізбен оны түсіну қиын ғой. Сондықтан үлкен авторитетный ғалымдар бар, тәпсіршілер. Ислам әлемі мойындаған. Куртуби, Табари. Сол секілді басқа да көптеген тәпсіршілер, хадисті шарықтаған көптеген ғалымдар бар. Сол аят, хадис айтылса, біз оны фильтрдан өткізу керекпіз. Шарықтардан, тәпсірлерден қарау керекпіз. Шынымен мынау айтып отырған аяттың мағынасы осы ма, осы емес пе? Үлкен ғалымдар қандай шарық берді оған, қандай түсіндірме берді? Соған қарап біз фильтрдан өткізіп алу керекпіз. Сол қазіргі күнде проблема болып отқан осы нәрсе. Құран хадистен көп мағына түсінетін нәрселерді келіп, әртүрлі мағына беріп, өздерінің пайдасына ғана шешетін мағына беріп, қазақ бауырларымызды адастырып жатыр. Осы жақта оқыған, бірақ кітаптан оқып шыққан кеткендер усулу сәләсі. Сәләфи бауырларымыздың барлық оқитын негізгі кітабы усулу сәләсі, 3 негіз дейді. Мұхаммад ибн Абдул-Вахаб құрастырып шыққан кітап. Осы жақтағы сәләфи бауырларымыз барлығы соны оқиды. Мазғаптан бөлініп шығу жолы осы. Жихад деп кетеді соғысқа. Бірақ Сирияға барғанда 4 топ бар екен, бір-бірімен соғысып жатқан. Барлығында да қазақтар бар. Бір-бірімен соғысып жатыр. Кітабы қайда, ақидасы қайда, сенімі қайда кетті. Сондықтан қашан біз діни мағлұматты алатын болсақ, оны фильтрдан өткізіп, үлкен ғалымдардың, әсіресе пайғамбарымыз көрсетіп кеткен 3 ғасырдың ғалымдарына неге эталон, мизан,
уәзінге салып алу керекпіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып кетті: «Хайру қурuni қарни, суммаллазина елунахум, суммаллазина елун». Ең жақсы ғасырлар ол менің ғасырым деді, сахабилердің ғасыры. Одан кейін ғасыр деді. 3 ғасырда айтып кетті. Сондықтан пайғамбарымыз бұл хадисте ишарат қылып жатыр. Фитна болып, келіспей жатып, түсінбей жатқан болсаңдар, осы маған жақын болған 3 ғасырға қайтатын болсаңдар, проблема болмайды. 4 мазхаб ғалымдары да осының ішінен шығып жатыр, 3 ғасырда. 3 ғасырда қайтатын болсақ, жаңа айттық, арамызда қазір фитна болып жатыр ма? Біреуі отыр деп алады, біреуіміз астарлы мағынаны ұстанып жатырмыз. Осы кезінде міне арамызда фитна болмас үшін осыған қайтқанымыз қазір абзал болады. Тафуидке қайтып, бауырым, кірмейік. Иман келтірейік те тоқтайық. Болды. Сен де кірме, мен де кірмейік. Осыған тоқтау қазір бізге не болады? Яғни осыған мұқтаж біз қазір.